Сәлем достар, қалдарың қалай? Сіздермен бірге тағы да косплей. Бүгін біз аяқ астынан ойламаған жерден Galaxy Note 9 смартфонына алғашқы көзқарас түсіретін боламыз. Бұл смартфонның шыққанына аз уақыт өтсе де, көптеген басылымдар, көптеген YouTube каналдар осы смартфонға шолу немесе алғашқы көзқарас түсірген болатын. Сонымен Қазақстанда алғаш рет қазақша Galaxy Note 9 смартфонына алғашқы көзқарас. Косплей. Galaxy Note 9 смартфонның дизайны былтырға қарағанда аса өзгерістерге ұшыраған жоқ. Тек қана құлыптан шешу немесе қосу бастырмасының камераның астына орналасуы. Бұл әрине өте ыңғайлы қосымша. Басқа айырмашылық жоқ. Алдына қарайтын болсақ, алдыңғы жағында тек қана дисплейдің жан жағындағы скруглениялар, яғни қайырылып тұрған бөліктері былтырға қарағанда кішірек. Ол қолға ұстағанда ыңғайлы болу үшін. Астында стерео динамик, джек, тағы да тоқа қосу қуаттандырғыш ұяшығы. Астыңғы жағында ең басты өзгерістердің бірі ол әрине S Pen. S Pen деген стилус. Стилус жайлы тағы да тоқталып айта кететін боламын. Бірақ та былай сырт көзқарасқа стилус өте стильна көрінеді, яғни жаңаша. Қолға ұстаған кезде өте ыңғайлы. Бір қолмен алып жұмыстарыңызды жасай бересіздер. Үстіңгі жағында SIM карта, SD карта салатын ұяшық. Яғни былтырғы жылға қарағанда аса өзгерістер жоқ, тек қана кішігірім жаңашыл қосымшалары болмаса. Косплей. Камерасы жайлы айтатын болсақ, артқы камерасы 12 мегапиксель және ең басы ауыспалы диафрагма 1.5-те 2.4. Бұл биылғы жылғы трендтердің, заманауи трендтердің бірі болып табылады. Косплей. Техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, Galaxy Note 9 смартфонның басты ерекшеліктердің бірі ол әрине аккумуляторның 4000 мАч жұмыс жасауы. Оперативтік жады 6 гигабайт, кіріктірілген жады 128 гигабайт, ал шетелде, яғни ақш-та кіріктірілген жады 512 гигабайтқа дейін, ал оперативтік жады 8 гигабайтқа дейін жұмыс жасайды. Әрине, көңіл түсіретін жағдай емес, себебі сіздер SD слотқа, яғни SD картаны 512-ге сатып алып, қосып жұмыс істей аласыздар. Косплей. Сонымен достар, Galaxy Note 9-дың басты ерекшеліктерін, айырмашылықтарын айтып кеттік. Менің ойымша Galaxy Note 9 биылғы трендтердің тренді. Себебі бұл смартфонды ұстау және қолдану өте ыңғайлы және өте орысша айтқанда приятно. Біздің видеоларды өткізіп алмаңыздар, біз ары қарайда сіздер үшін тек қана қызықты техникалық шоуларды, көзқарастарды, эксперименттерді түсіре беретін бол. Косплей. Сіздермен бірге болған косплей. Келесі кездескенше сау!